Мен де барлық ерекше балалардың аналары сияқты, баламның өз қаласында барлық қажетті медициналық және көп салалы көмек пен қолдау алу мүмкіндігіне ие болғанын қалаймын. Бұл күндізгі стационар. Мұнда қажетті қызмет түрін алып болған соң үйге қайтады. Инсульттан, жарақаттан кейін, операциядан кейін қалыпқа келу процесіне бағытталған. 2017 жылы Атамекен кәсіпкерлер палатасының Степногорск қалалық филиалына жүгіндім. Бизнес жоспар жазуда олардың тарапынан қолдау көрсетілді. Бизнес кеңесші курсынан өттім. Курс аяқталғаннан кейін 15 миллион теңге көлемінде қаражат алдым. Сондай-ақ пайыздық мөлшерлемені субсидиялап және фонд тарапынан кепілдендіру жүргізілді. Қазіргі уақытта біздің жобамыздың сәтті екенін нық сеніммен айта аламын. Және осымен тоқтап қалмаймыз деп үміттенемін. Біз орталығымыздың дамуының жаңа деңгейіне шығамыз.